Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, жұмсақ қамырлы пиде секілді мини пицца дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді електен өткен ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап біріккенше қамыр илеп аламыз. Қамырымызды біріктіріп, үстіне ертілген сары майымызды құйып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанша сырымызды теркадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Менде осындай комо сыры. Бір сағаттың ішінде қамырымыз әдемі болып көтеріліп шығады. Енді ыдысымыздан алып, теңдей пышақпен 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді кесілген қамырымызды осылай біртіндеп алып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Барлық қамырымызды осылай дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Барлық қамырымызды дөңгелек етіп дайындап алғаннан кейін біртіндеп алып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Қатты жұқа емес етіп қол жаямыз. Енді оның үстіне көп мөлшерде сырымызды салып, пирожкиді түйгенде осылай шеттерінен қатты етіп басып шығамыз. Қалған қамырларды дәл солай қолымызбен жайып, ортасына сырын салып, пирожки түйгендей қылып, шеттерінің бәрінен буып шығатын боламыз. Енді түйіп алған мини пиццаларымызды осылай табаға салып алып, ортасын өткір пышақпен немесе осындай алмаспен кессеңіздер болады. Барлығын видеодағыдай кесіп алдық. Енді ортасына колбасамызды қойып шығамыз. Ортасының барлығына колбасын қойып шыққаннан кейін шеткі бөлігіне жұмыртқаның сары уызына кішкене сүт құйып, осылай шеткі бөлігіне жағып шығамыз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің іші сырға толы, жұмсақ әрі дәмді мини пиццаларымыз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнады деп ойлаймын. Осындай оңай әрі дәмді рецептерді жіберіп алмас үшін видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше.